Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 63 уәдеге адалдық. Бірінші тапсырма тыңдалым. Сапарғали Бегалиннің Бала Шоқан әңгімесінен үзіндіні тыңдаңдар. Суретте шығарманың қай сәті бейнеленген? Суретте мысық пен шоқанның әңгімелесіп отырған жері, шоқанның мысықтан мүсін сұрап отырған кезі бейнеленген. Екінші тапсырма. Үзінділерді оқып, тақырып қойыңдар, себебін түсіндіріңдер. Әкелермен қабаттаса атқа мінген шоқан кешегі мысыққа айтқан уәдесі бойынша құдық басына тартты. Шыңғыс баласының жалғыз кетіп бара жатқанын көріп шақырып алды. «Сен жалғыз қайда бара жатырсың?» деп себебін сұрады. «Атеке, кеше мысыққа әлгі мүсінші балаға келем деп уәде бергем, соған барам. Кейін ақ бармайсың ба немене? Ол бір жаққа кетіп қалар деп бедің?» деген әкесі өзіне. «Уәде айтып артынан алдасам ұят болады ғой, бұдан былай ол менің сөзіме сенбейді ғой» деді. Шыңғыс Шоқанға ойлана қарады да, жарайды, бар, екі айтпаған жақсы» деді. Шыңғыстың өңінде баласына іштей разыланған ажар бар еді. Екінші бөлім. Шоқан құйғыта шауып құдық басына келгенде мысық алдынан қарсы шықты. Ол қолына ұстаған жаңа мүсіндерін жоғары көтере көрсетті. «Міне Шоқан, істеп қойдым, мен сені келмей қалар деп едім. Жоқ, мен айттым ғой келемін деп. Неге келмеймін? Уәде етпеу керек, уәде еттің орында. Міне сен де кеше уәде еттің, айттың, орындап тосып отырсың» деп Шоқан досына өзінің әдетін түсіндірді. Мысық бұл жолы құстың тұлғасын бейнелепті және пәуеске арбаның бейнесін жасапты. Жаңадан көргенін, жаңа нәрсені тез танығыш мысықтың зеректігі Шоқанға сондай ұнады. Сапарғали Бегалин. Бірінші бөлімге тақырып әке разылығы. Себебі мұнда Шоқанның сөзіне әкесі разы болып артынан қарап қалды. Екінші бөлімде мысыққа Шоқанның уәде беріп, сол өзінің уәдесінде тұрғандығы айтылады. Сондықтан бұл бөлімді уәдеге адалдық деп алдық. Яғни мұнда Шоқан мысыққа уәде етсең орындауың керек деп өзінің уәдеге адал екенін көрсетеді. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бала Шоқанның бойында қандай қасиет ұнады? Неге? Шоқанның уәдеге беріктігі ұнады. Себебі ол досына берген уәдесінде тұрды. Уәдеге адалдық дегенді қалай түсінесіңдер? Осындай қасиетті қай сыныптастарыңның бойынан байқадыңдар? Әңгімелеп беріңдер. Уәдеге адалдық дегеніміз айтқан сөзінде тұру, айтқанын орындау және жауапкершілікпен қарау дегенді білдіреді. Менің сыныптастарымның арасында да уәдесінде тұра алатындар бар. Мысалы, Арман өте жауапкершілігі мол жігіт. Бір жерге барамыз деп келсек, сол уақытта айтқан орында болады. Ешқашан сылтау айтпайды. Келем десе келеді, берем деп айтса береді. Маған оның осы қасиеті ұнайды. Үшінші тапсырма. Сан есімдердің мағыналық түрлерін қолдана отырып, Шоқан мен мысықтың диалогын қайта құрастырыңдар. Міне, Шоқан, екеуін істеп қойдым. Мен сені келмей қалар деп едім. Жоқ, мен айттым ғой келемін деп. Неге келмеймін? Біріншіден, уәде етпеу керек. Екіншіден, уәде еттің бе, орындау керек. Міне сен де кеше уәде еттің, айттың, орындап тосып отырсың деп Шоқан досына өзінің әдетін түсіндірді. Төртінші тапсырма. Жинақтық сан есімдерді қатыстыра отырып, тыңдалым мәтіннің қысқаша мазмұнын жазыңдар. Жинақтық сан есімдерге сұрақтар қойыңдар. «Ей мысық, аман ба? Мына ойыншықты кім істеді?» деп сары балаға жылы амандасып күлімдеп қарады. «Өзімдікі, екеуінде өзім істедім» деп танауын бір тартып кішкене көкшіл көзі шігірейіп, мысық ойыншықтарын бауырына қарай тартты. «Әкең қайда? Әкем үлкен төренің ауылына кеткен. Сен мына ойыншықтарының біреуін маған бересің бе?» «Жоқ, бермеймін. Кеше бір бала мені алдап үшеуін алып кетті. Қорықпа, мен алдамаймын. Орнына саған құрт бауырсақ беремін». Мұндағы сан есімдер, жинақтық сан есімдер екеуін, нешеуін деген сұрақ қойылады. Біреуін, нешеуін, үшеуін, нешеуін деген сұраққа жауап береді. Бесінші тапсырма. Жазылым. Оқылым материалын негізге ала отырып, уәдеге адалдық тақырыбында шығарма жазыңдар. Ең үздік жұмысты баспармақ әдісімен бағалаңдар. Уәде дегеніміз адамдар арасындағы әртүрлі қарым-қатынасты бұзбай ұстап тұратын мызғымас ұстын. Қазақта уәде Құдайдың аты деген аталық сөз бар.
Уәдеге адалдық адам бойындағы ең бір жақсы қасиеттердің бірі. Адам айтқан сөзінде тұрса, өзгелер алдында сенімді болады. Керісінше айтып орындамайтын болса, ол адам жұрт сенімінен айырылады. Біреуге бірдеңені айтып, уәде бермес бұрын жақсылап ойланған жөн. Алда ол ойыңды жүзеге асыра аласың ба? Оған толық шаман келе ме? Соны әбден ойша есептей білу керек. Атам қазақ, ер жігіттің екі сөйлегені өлгені, еменнің елгені сынғаны деп екі сөйлеудің жамандығын анық көрсете білген. Екі сөйлегенше өлген артық деп санаған. Әрбір адамның адамгершілігі, айтқан сөзінде тұруы, уәдеге беріктігімен өлшенетінін ұмытпайық. Уәдеге берік болайық. 6-шы тапсырма. Кейіпкерге хат әдісін пайдаланып бала Шоханға хат жазыңдар. Хат. Сәлем Шохан, жағдайың жақсы ма? Мен бұл хатты жазудағы мақсатым сенімен уәдеге адалдық туралы сөйлескім келді. Мен сенің уәдеге беріктігіңе, досқа адалдығыңа тәнті болдым. Сен мысыққа берген уәдеңде тұрдың. Оны қарапайым отбасынан шыққанына қарамастан өзіңмен тең көрдің. Сен досқа адал, уәдеге беріктігіңді көрсеттің. Жарайсың Шохан, сенің бойыңда нағыз жігітке тән қасиеттер жетерлік. Әрбір қазақ азаматы сенен үлгі алса болады. Біздің сенен үйренеріміз көп. Қош сау бол. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.